сонымен роялға қызметі. Бұл не? Мұнда не істеуге болады? Сонымен достар ретімен бастаймын. Қазіргі уақытта қызметті 53.059 адам пайдаланады. Олардың барлығы іскерлік мүдделері бар адамдар, бизнес аудиториясы. Желі мамандары өте көп. Немесе біреу қандай да бір жолмен бизнес мүдделерімен байланысты. Ал бұл адамдардың көпшілігі қандай да бір бизнес ұсыныстарын іздейді. Яғни өте құнды аудитория, және бұл ең қымбат аудитория. Қызмет көп деңгейлі маркетингтік бизнесті ұсынады. МАМ жүйесіне сәйкес, және әрине, мұнда көптеген желі мамандарге. Ал мұнда сіз жарнамалай аласыз, және тапсырмаларды орындай аласыз. Айталық, жарнама берушіге арналған бөлім бар деді. Қазір менде осында бар. Telegram арнасына жазылу ақысы. Бұнда келесі. Жарнама. Қазір жүктеледі. Сонымен баннерлік жарнама. Мен мұнда баннерлік жарнамалар орналастырдым. Мұнда бейне жарнама. Мұнда мен бейне жарнама беріп отырдым. Telegram арнасы көптеген жазылушылар жинады. Бұл дегеніміз, сіз мұнда жарнама жасай аласыз. Бұл барлық бизнес аудиториясына арналған. Қазіргі уақытта 53.059 адам бар. Күніне бұл жерге 1,5 мыңнан астам адам кіреді. Егер мен Telegram арнасына кірсем, міне, қараңыздар, онда менде болған еді. Олар реакция қояды, жаңа жазылушылар. Өте белсенді. Telegram арнада реакцияға қойылады. Келесі, қазір статистикаға кіремін. Арнаның статистикасына кірсек, мұнда жазылушылардың күрт өскені анық көрініп тұр. Міне, осы жерде баннерлер арқылы Telegram арнасына жазылуға тапсырыс берген болатымын. YouTube видеосынан және мына жерден қанша жазылушы жиналғанын өздеріңіз де көре аласыздар. Мен өте көп жазылушы жинадым. Бұрын жазылушыларды жинау маған өте қымбатқа түсті, немесе контекстік жарнамада жарнама бюджетін босқа жұмсадым. Telegram арналарында жарнамаға тапсырыс беріп, 5.000 теңге салып, бюджетті босқа кетірдім. Бәрі босқа кетті, ал мұнда бағалар қазір көрсетемін. Өте орынды және өте керемет бағалар кірейін. Қазір екінші Telegram арнасына кіріп, статистикаға қараймын. Бұл жақында ғана болды. Міне 713 жазылушы 24 мамырдан 31 мамырға дейін траппада қосылды. Иә, қазір күндер бойынша өсім байқалды. Міне, дерек көздер, қараңыздар, 447 жазылушы, 239 жазылушы, 128. Бұл баннерлік видео жарнама, енді мен сіздерге бағаларды көрсетемін. Жарнама бағаларына қатты таң қаласыздар. Мысалы, қараңыздар, маған жасау керек болса, мұнда жарнама беруге болады. Міне, бұл жерде баннерлік жарнама. Сізде бүкіл осы бизнес аудиторияға жарнама болады. Егер сізде бизнес ұсыныс болса, бұл ең жақсы орын. Онда бұдан жақсы орын таппайсыз. Ал контекстік жарнама, бұл жерде сіздің мәтіндік хабарламаларыңыз көрсетіледі. Видео жарнама, бұл ролик. Роликті жүктейсіз, оны бүкіл бизнес аудитория сіздің ұсынысыңызбен бірге қарайды. Міне, баннерлік жарнама жасау. Мұнда елдер бойынша таргетинг бар. Ел саны өте көп, 20 шақты ел бар шығар. Міне, қараңыздар. Міне, 10.000 көрсетілім үшін баға $30, ал $3 1.000 көрсетілім үшін. Осы бизнес аудиторияға арналған тиімді ұсыныс 30.000 көрсетілім үшін баға $50. Яғни, неғұрлым көп көрсетілімге тапсырыс берсеңіз, соғұрлым арзан болады. Көрсетілім үшін 1.6 көрсетілім. Ал контекстік жарнама деген не? Яғни адам қарап отыр. Иә, баннерді көреді, баннерге басады.
сосын мақсатты әрекет жасайды. Яғни бұл баннерлік жарнама арқылы өткен мақсаттардан. Мен сіздерге қанша жазылушы жинағанымды көрсеттім. Мына арнаны мен 5 жылға жуық жүргізіп келемін. Тек Royal Hook сервисін қолданғаннан кейін ғана мен жазылушылар санын 2500-ге дейін жеткіздім, ал бұрын ол жерде 1200 ғана еді. Осылайша осы шектерде ешкім жазылмайтын, себебі жарнама бюджеті босқа жұмсалатын. Мұнда адамдар тәрі, міне, қараңыздар, олар реакция қойып жатыр, екінші арнаға жазылып жатыр. Мен жарнама бердім, міне, Telegram арналарға жазылу үшін. Яғни, баннерлік жарнама өте арзан. Иә, тіпті өте арзан. Қазір мен сіздерге бір сәтті айтып келемін. Видео жарнама арқылы менің бір жазылушым 7 теңгеге түсті. Telegram арнаға жазылу бойынша менің бір жазылушым 70 тиынға түсті, достар, сенбейсіздер. Ал баннерлік жарнама арқылы менің бір жазылушым шамамен 20 теңгеге түсті. Енді мұнда қандай ерекшелік бар? Егер сіз жарнамалық шотты $100 толтырсаңыз, оның 50% сыйлық ретінде беріледі. Яғни, баланстан сізге бонус ретінде контекстік баннерлік жарнамаға есептеді. Яғни, сіз $100 салдыңыз, $50 қосып береді. Бұл акция тек $100 жоғары толтырғанда ғана жүреді. Аз болса жоқ. Бірақ сіз бұл сервисті, мысалы, $10 мен сынап көре аласыз. Ұналса, содан кейін $100 жоғары салып көресіз. Бонус алып, осында жарнама беруге болады. Жазылушы өте арзанға шығады. Яғни бұл контекстік жарнама. Келіңіздер, бағаларын қарап көрейік. 10.000 көрсетілім $20, яғни 1.000 көрсетілімге $2. Мысалы, 30.000 көрсетілім $30, бұл 1.000 көрсетілімге $1. Міне, осы контекстік жарнаманың бағасы осындай. Келісіңіздер, мұндай бағалар интернетке мүлде жоқ қой. Жарнамалық бюджеттерге $100 мың құйып, оларды құр босқа жұмсап жатыр. Бұл нағыз сұмдық қой, қазір жарнамада не болып жатқанын қарасаңыз. Бизнес аудиториясы үшін әлі таппаған ең жақсы жер осы жер. Аудиторияның басым бөлігі бизнесмендер, желі жетекшілері, әртүрлі елдерден келген желі мамандары, ал желі мамандар үшін бұл жұмақ. Міне тапсырма, міне мен тапсырма беремін, ал орындаушылар менің тапсырмамды орындайды. Мұнда сіз кез келген тапсырманы бере аласыз. Болжап көрейік. Сондықтан сіз адамдардың сіздің YouTube бейнеңізге пікір қалдыруын қалайсыз. Тек осында тапсырма жасаңыз, түсініктеме қалдырыңыз, бағасын белгілеңіз, сонда адамдар бұл тапсырманы сіз үшін бірнеше тиынға орындайды. Әрине, фриланстағыдай әртүрлі тапсырмаларды беруге болады. Бейне реклама, яғни бейнероликті орналастырасыз, орындаушылар сіздің бейнеңізді қарайды. Бірақ маңыздысы, бұл орындаушылардың бәрі бизнес аудиториядан. Қазіргі уақытта адамдар қарап жүр, кім не жарнамалап жатыр, қандай жаңа ұсыныстар барын іздейді. Олар мұнда қарайды. Қазір мен жарнама беруші бөліміне кіремін. Жарнама, бейне реклама. Мен мұнда 500 қаралымға, 850 қаралымға, 400 қаралымға тапсырыс бердім. Бейне рекламадан бір жазылушыға 7 теңге шықты. Яғни адам роликті көріп, менің арнама Telegramға жазылды. Яғни түсінесіз бе, қандай сервис бұл? Нағыз алтын сервис қой. Қазір нарықта жарнамаға бұдан тиімдісі жоқ. Шын мәнінде жарнаманың бюджеті өте төмен. Мұнда, яғни міне баннерлік жарнама, иә. Адам мақсатты әрекетті орындайды. Яғни адам қызметке барады, қарайды, сіздің баннеріңізді көреді, түймені басады. Мақсатты әрекетті орындайды, иә. Және сіздің Telegram арнаңызға өтеді.
Яғни бұл өте мақсатты жазылушы. Сонымен қатар бұл бизнес аудиториясы. Сірә, оған енді криптовалютаның немесе басқа нәрсенің не екенін түсіндірудің қажеті болмайды. Ол сіздің ұсынысыңызды қарастырады. Сірә, ол енді оқытылмайды. Қажет. Егер сізде керемет ұсыныс болса, сіз басқаша ала алмайтын өте құнды, жоғары сапалы аудиторияны таба аласыз. Ешқайда. Бұнда қазіргі уақытта 53.059 адам бар. Адамдар күн сайын қосылып жатыр. Жарнама бере аласыз. Тапсырмалар бере аласыз. Тапсырмаларды аяқтай аласыз. Кез келген тапсырманы жариялай аласыз. Айталық, сіз YouTube-та пікір қалдырдыңыз. YouTube пікірлерді жақсы көреді. Тиісінше түсініктемелер YouTube-та бейнелерді жарнамалауға мүмкіндік береді. Яғни, сіз түсініктемелерге тапсырыс бере аласыз. Адамдар сізге пікірлер жазады. Сіз оны жай ғана тапсырмаға салып, барлығын көрсетесіз. Міне, орындалған тапсырмалар, сіз қалаған кез келген тапсырманы осында жариялай аласыз ба? Кез келген бағаны белгілеңіз, сонда бәрі бюджетке сәйкес келеді, бәрі жақсы жасалады. Міне достар, команда құрамында 53.059 адам бар. Ол қызметтің енгізілгеніне бір айдан сәл астам уақыт өтті, яғни қызмет нарыққа енді ғана шықты, және бұл тек бастамасы ғана. Яғни ол дами береді, және дами береді. Ал қазір интернетте осындай қызмет жоқ, достар. Осындай бизнес аудиториясымен және осы қызметпен сіз бизнес жүргізе аласыз. Онда бизнес пакеттері бар. Мысалы, сіз бизнес пакет сатып аласыз, сонда сізге DevBalance'қа ақша түседі. Сонау осы жерде көрсетілген сервис осында тұр. Егер көбірек табыс тапқыңыз келсе, 15 болса, бизнес орынның құны $35 және айына $15. Бизнес орын үшін төлеу керек. Міне, осы ақшалар бірден гифт шотқа түседі, және сіз бұл ақшамен 100% жарнамаға тапсырыс бере аласыз. Міне, сізде 3 бизнес орын бар, көпшілігі 3 бизнес орыннан сатып алады. Ай сайын сізге $15 төлеу керек. Сіз 3 бизнес орынға $15 төлейсіз. Бұл $45 болады. Осы $45 сіздің гифт балансыңызға аударылады. Сіз бұл ақшамен баннерлік және контекстік жарнама бере аласыз. Гифт баланс тек баннерлік және контекстік жарнама үшін қолданылады. Сонымен достар, сервисті $5 сынап көріңіздер. Сынап көріп, бәрі қалай жұмыс істейтінін көре аласыздар. Одан кейін жарнама балансты $100 толықтыра аласыз. Сол кезде 50% бонус гифт шотыңызға түседі. Бұл бонусқа баннерлік және контекстік жарнама бере аласыз. Ал $100 өз қалауыңызша жұмсай аласыз. Баннер орналастырып, қандай да бір тапсырмалар жариялай аласыз. Мысалы, YouTube-қа пікір қалдыру, немесе Telegram арнада лайк басу, реакция қою сияқты тапсырмалар. Немесе ВКонтактеде пікір жазу, постты репост жасау, және тағы басқа әрекеттер. Бұның бәрін осы жерде жасауға болады. Егер сізде сайт болса, сайтқа да пікір жаздыруға тапсырыс бере аласыз. Бұның бәрі сіздің YouTube арнаңызды, ВКонтакте парақшаңызды, ВКонтакте тобыңызды ілгерілетуге үлкен әсер етеді. Осындай ұсақ тапсырмаларды орындауға болады. Бірақ мүмкін сізге сайт жасау керек шығар. Сіз мұнда да сайтқа тапсырыс бере аласыз. Біреу міндетті түрде жауап береді. Комментик беру. Онда бар. Жылдам тапсырмалар бар. Жай тапсырмалар да бар. Мысалы, қазір тапсырма құруды басаңыз. Атауы. Өтуге арналған сілтеме. Тапсырма түрі. Сайтқа өту үшін басу. Қажетті жерді басыңыз. Видео, хостинг, YouTube, Rutube, TikTok. Бейнеге қатысты барлық нәрсе. Әлеуметтік желілер, жедел хабар алмасушылар, Telegram. Ұнату, репост жасау, таныстыру.
Белсенділіксіз тіркеу, белсенділікпен тіркеу. Пікір қалдыру, пікір білдіру. Пікір немесе пікір қалдырыңыз. Бағалау, дауыс беру. Міне, басқа да нәрселер бар. Мысалы, таңдап алып, кез келген тапсырманы орналастыра аласыз. Символикалық төлемде бұл жерде сізге оны орындай ма? Міне, Royal Hawk деген қандай керемет сервис екенін айтайын, достар. Мен мұнда шынымен де жазылушылар жинадым, аудитория жинадым. Менің арнам екінші өмірін бастады. Осы 2 Telegram арнамда екінші тынысын ашты. Міне, лайктар, қаралымдар, көріп тұрсыздар, бәрі жүріп жатыр. Азырдың өзінде 529 қаралым бар. Менің соңғы жазбам 600 қаралымға жетті, ал жазылушылар келіп көріп оқып жатыр. Сонымен достар, қызметті пайдаланыңыздар. Қызмет көрсету керемет. Қазіргі уақыттағы ең жақсы қызмет. Мұндай жоғары сапалы аудиториясы бар ешкімді таба алмайсыз. Жалпы бизнес аудиториясына жарнама беру қымбатқа түседі. Мұнда сіз бюджетке сәйкес жарнама жасай аласыз. Және жазылушыларды көбейтіңіз. Әлеуметтік желілеріңізді пікірлермен, қаралымдармен, лайктармен және тағы басқалармен дамытыңыз. Баршаңызға сау болыңыздар. Пайдаңыз көп болсын.